Пәтердің бақыты үшін едің ғой. Салибекова Балжан. Аюлы ұстаз ағарған шаштың әрі дағы. Самеддинова Хадиша. Балалық өтті білімде, мүмкіндік жоқ қой сол күнде. Сапарбеков Ержігіт. Тасболатов Нұрғали. Еселі күндер Умирзаков Мансур. Оразбаева Аяжан. самыққа кімдер кірген. Шатанов Азамат. Біз ғашық болған қыздардың аты кітапта. Жыл бойы тәрбие мен білім нәрін бойына құйып, ұстаздарына анасындай еркелеп, балалық шағын алынып өткізген жас түлектерді мектебімен өмір заңдарына дейін үйреткен ұстаздардың шәкірттерімен қоштасу мерекесі соң қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Міне бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын соңғы қоңырау салтанаты. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттанған ұл қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Міне тағы бір оқу жылы аяқталып, біздің мектебіміздің түлегі бүгінгі салтанатты жиынында балалық пен мектеппен қоштасқалы тұр. Тұңғыш қалам ұстадым, күлімдеген көзіңнен, мейіріммен сезінген, сипадыңда басымнан, әліппені ұсындың, бақытымнан осыдан басталғандың түсіндім дей отырып, бастауыш сынып білім нәрімен сусындатқан Құрбанбаева Халима апай есіммен құрметпен атай отырып, қошаметпен ортаға шақырайық. Бәрі де баласындай бір ананың, өз елі қазағының ұғады әнін. Қызы Ибалы, ұлы ер шықсын кәне, 11-ші сыныбы Әлия апайдың. Қарсы алыңыздар, бүгінгі бітіруші түлектер 11-ші сынып жетекшісі Жанзақова Әлия апай есімін құрметпей ата отырып, қошаметпен ортаға шақырайық. Жаны мектеппен басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі мектептің қоштасу салтанатында шырқалсын Өзбекстан әнұраны. Өзбекстан Республикасының мемлекеттік әнұраны
сүйеніп, жетелейді қиялы Аллаға шүкір. Ажырамай ұжымнан бір елісіз. Жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берейік мектептің басшысына, түлектерге арналсын тілегіңіз дей отырып, құттықтау сөзді мектебіміз директоры Азимбаева Балзия апайға сөз береміз. Міне бүгін 2021-22 оқу жылының аяқталуына және соңғы қоңырау күнімен барлықтарыңды мектеп әкімшілігі атынан шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі салтанатты осы күнге арналған линейкамызды ашық деп жариялаймын. Құрметті бітірушілер, міне сендер қанаттарын қаққалы отырыпсыңдар. Алдарында белес таулар бар. Сол тауларды қағылмай, шалдықпай өтулерге тілектеспін. Алға қойған армандарың әрқашанда орындала берсін. Жоғары оқу орындарына түсіп, өздеріне сүйікті мамандықтардың иесі болуларыңа және өзіміздің Өзбекстан мемлекетіміздің адал ардақты қыздары болып өсуіне тілектеспін. Әрқашанда сендерге ақ жол. Алдағы емтихандарды ойдағыдай тек қана 4-5 деген бағалармен түгетулеріне тілектеспін. Ал қалған мына оқушыларыма тілейтінім. Жақсылап жазғы каникулда осы 5-10 сынып оқушылары практикаларында өтеп, 3 ай каникулда жақсылап демалып келіп, күш қайратпен жаңа оқу жылын бастауларына тілектеспін. Барлықтарыңды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Асамов Yoqub Nishonboyevichga сөз береміз. Assalomu alaykum. Ushbu fayzli dargohga yig'ilgan aziz ustozlar, akalar, opa-singillar, hurmatli bitiruvchilar va boshlang'ich sinf o'quvchilari. Hammanglarni ushbu ayyom so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan yig'ilganimiz uchun tabriklayman. Hammanglarga baxt, saodat tilayman. Kelgusi o'qishinglarda, ishinglarda rivojlar tilayman. Mana maktab bitiruvchilarimiz 11-sinf o'quvchilari bugun so'nggi qo'ng'iroq kelajakda abituriyent bo'lib, yaxshi institutlarda, universitetlar, magistraturalarda o'qib, yaxshi bir yurtimizni, elimizni koriga yaraydigan insonlar bo'lishini tilab qolaman. Hozirgi zamon talabi oliy ma'lumotli bo'lib, yaxshi bir ishxonalarda o'zinglarni ko'rsatasizlar degan umiddaman. Yosh bolalarimizga alifbeni o'qitgan, o'rgatgan va kelajakda shulardan bir yaxshi yetuk farzandlar kutayotgan ota-onalarga, tarbiya berayotgan ustozlariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Осы сөзде қаншама ұлылық жатыр десеңізші, сіз маржанның терген ақын жазушысы да, көп күнтізбе самғаған ғарышкер деп, тіпті елбасының өзінде ұстаз алдына иіліп тағзым ететіні рас. Өз уақытында аямаған, шәкірттердің уақытынан аялаған ұстаздарға сазды сәлем жолдай отырып, келесі сөзді үлкен ата-аналарға және үлкен апайларға сөз береміз. Құрметті оқытушылар, апайлар, ата-аналар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Міне қандай әдемі, сәулетті қыздарымыз кеше ғана келген сияқты еді, бүгін 11-ші сыныпты аяқтап, үлкен жігіт, үлкен қыздар болыпты. Өте қуаныштымын сендерді көргендеріңе. Ал енді сендерге мына кішкентайларға айтарым, оқуларың әр уақытта жақсы оқыңдар, дендеріңіз сау болсын, аман болыңдар. Апайлар еш уақытта қызметтеріңізден шаршамаңыздар. Барлықтарыңа бақыт, саулық тілеймін. Аман болыңдар, сау болыңдар. Ақ жол мына 11-ші класс бітірушілер. Бүгінгі күн мына мектеп босағасын аттап, ақ жол сендерге. Келешекте үлкен оқу орындарына түсіңдер. Дендерің сау болсын. Оқытушыларға өте үлкен рахмет. Осынша жыл оқытып, әріп үйретіп, әліппені үйреткен 11-ші класс бітірушілер жоғарғы оқу орындарына түсіп, бір үлкен мекеменің бастықтары болып, үлкен азамат болып, жүрулеріңе, дендеріңнің сау болуына, ұстаздар сіздерге де тәрбие берген үшін рахмет, барлығыңызға ақ жол.
Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, aziz o'quvchilar. Bugun siz biz uchun aziz hisoblanasiz, asosan 11-sinf o'quvchilar. Hozir davraga qarab davramiz fayzli, barokatli bo'lishini ko'rib 11-sinf o'quvchilarini tanlay qoldim. Bu o'quvchilar boshqa maktabdan kelganlar deb o'ylab qoldim, lekin bundoq qarasam yuzlari tanishga o'xshaydi, formalari sal an'anaviy emas. Bundan xulosa qilib aytmoqchimanki, hurmatli o'quvchilar, ko'rib turibsizki, qanaqa chiroyli formalarimiz bor bizning davlatda. Bu formani biz kiyishimiz kerak. Maktabga ta'lim olganda kelganda mana shunaqa formada kelishimiz kerak. O'quvchilardan bitiruvchi sinflarga istagim, tilagim hayotda eng kerakli inson bo'lsinlar. Inson yaqinlariga kerak, ota-onasiga kerak. Barcha insonlar bir-biriga kerak, lekin bular jamiyat uchun kerakli bo'lsin. Jamiyat uchun xizmat qilsin. Shuncha yil 11 yil ter to'kib o'qidi bular, juda qattiq mehnat qildi. Biz ham ozgina mehnatimiz bularga singdi. Qilgan mehnatimizga biz rozimiz. Endi bulardan so'raymiz, bularga Alloh yo'llarini berib, kelajagimiz uchun eng yaxshi kadrlar bo'lsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga yetsinlar. Sog' bo'linglar. Endigi кезегimizde 11-sinf o'quvchilarining ota-onalari o'zlarining tilaklarini bildirib jibetsin. Мен неберем 11-класс бітіріп жатыр екен. Дені сау болсын, барлықтарың дендерің сау бол. Мына 11-ді бітіріп жатқан оқу орнына түсіңдер, барлықтарың. Ұстаздар, рахмет сіздерге, барлықтарыңызға. Мәлі жастар бақытты бола берсін дедім. Құрметті апай, ағай, ұстаздар, рахмет сіздерге. Балдарымыздың денелері сау болсын. Қалаған оқуларына, мамандықтарына ие болып жүре берсін, денелері сау болсын. Рахмет сіздерге үлкен. Ұрпақсыз шәкірттерге бақ келген бе? Бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе? 11 жыл сыныбы үшін жанын салған сөз кезегі сынып жетекшілеріміз Халима апай мен Алия апайға. Ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Мінекей бүгін бәрімізге ең қуанышты күн, барлығымызда есімізде қалатын ең қуанышты күндеріміздің бірі екен. Осы бүгінгі салтанатты жиналысымыз мерекеміз құтты болсын, барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын, өмірде өз орындарыңызды қарыңыздар. Ал мынау 11-сынып оқушыларына айтар тілегім, мінекей қанаттарың қатайып, өзіңнің алтын ұяларыңнан ұшқалы отырған екенсіңдер. Барлықтарың дендерің сау болсын. Не ниет қылған болсаңдар, қай оқу орнына түскелі тұрған болсаңдар, сол армандарың іске аса берсін. Барлықтарың тек қана сендерді жоғарыдан көре береді. Дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Мына ата-аналарға да айтар тілегім, балдарыңыз қызығын көріп, әрдайым жақсылықта сіздермен бірге жүздесе берейік. Құрметті де қадірлі қонақтар, аталар, әжелер, енелер, апайлар, ағайлар, ұлағатты ұстаздар, сіздердің алдарыңызда біздер әлі талай үйренетін нәрселеріміз көп әлі. Бізде әлі талай асулар жатыр үйренетін. Осы ұстаздарға мың алғыс, рахмет сіздерге. Енді мына бітіруші тілектеріме айтарым. Өз негіз толқып тұрмыншы. Не дейін? 5-ші сыныптан бері жетелеп келе жатқан Қимай бекесінші.
сендердің жақсылықтарыңды да, барлық қапашылықтарыңды да көтеріп келдім осы күнге шейін. Қуаныштарыңды да көтеріп. Енді қимай тұрмын енді сендерді. Айтар тілегім көп еді сендерге. Өмір жастарың ұзақ болсын, балдар, қыздар. Басқан қадамдарың құтты болсын. Жақсы жерден бітіріп кете беріңдер. Осындай түлектер болып, әрқашан жүздеріңнен күлкі айырылмасын. Қойындарыңа таққан қызыл ленталарың, қолдарыңа қызыл диплом болып тұтыла берсін. Жаңа оқу жылдарына, жаңа табыстарға жете беріңдер. Талапкерлік деген ат сендерге жұғысты бола берсін. Сөзім көп еді. Не дейміз? Құтты болсын қадамдарың. Алтын ұяларыңа ұшып бара жатқан жерлеріңе еш уақытта қайтып келмей емес, қайтып келіңдер. Көруге қайтып келіңдер іш болмаса. Не дейміз? Бастарыңа бақыт қона берсін, дендерің сау болсын. Алдарыңа қойған мақсат армандарыңа жете беріңдер. Сендерге барым olsun. Қуанышты жас бәрімізді мына Али апай жылатты, енді қуанышты жас қой, енді мына 11-ші сыныпты қимай отыр. Кейінгі кезекті біздің бүлдіршіндеріміз 1-ші сыныпқа берейік. Ағалар мен әпкелер, орындалсын ойыңыз, құтты болсын тойыңыз, сабақ оқып арапта, жазу жазып параққа, сіздердей білім аламыз, күнде келіп сабаққа. Еңбек етіп, көп қуаныш, елде той, елде қуаныш. Емең деді, мамаң бол, мерейлі бол, күніңіз мектепке де кеп тұрғыз, сақанамын көз сайын, келіңіздер жол сайын. Samira selam. Takdim etadi. Do, re, mi, fa, sol, si, do,